Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жүрген салаттардың бірі және де ресторандарды байытып жүрген салаттардың бірі қытырлақ баклажан салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Салатты жасау үшін бізге ең алдымен 2 баклажан қажет болады. Жақсылап жуып, қабығынан тазартып аламыз. Қабығынан тазартып алған баклажандарымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша одан үлкенірек бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады. Баклажандарымызды бөліктерге бөліп алған соң арнайы ыдысқа салып, үстіне салқын су құйып, дәміне қарай тұз салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің баклажанымыздың қышқыл дәмін алатын болады. Енді осы аралықта салатымызға қажетті басқа заттарды кесіп дайындап аламыз. Алдымен жуып тазартылған қызанағымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Мен мұнда бір тарелкаға жасап жатырмын. Құрамын азайтып көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Қызанақтарымызды турап дайындап алдық. Енді мен бұл салатқа кинза шөбін пайдаланамын. Өз қалауыңыз бойынша кез келген шөпті пайдалансаңыздар болады. Негізгі оригинал рецептісі бойынша брокколи шөбін пайдаланады. Енді біздің жаңағы суда тұрған баклажандарымызды судан шығарып, кішкене құрғатып, үстіне кукурузный крахмалды сеуіп, барлық жеріне тегізіп осылай араластырып аламыз. Сонан соң қатты отта қызып тұрған майымызға салып қуырып алатын боламыз. Майымыздың құрамы кішкене көбіректеу болу керек. Сонда біздің баклажандарымыз өте жақсы қуырылады. Мінекей біздің баклажандарымыз дәл осындай қып-қызыл болып қуырылады. Сонда оны біз майдан шығарып аламыз. Сіздерге осы жерде ескере кетейін, бұл салаттың барлық заттарын дайындап қойып, ең соңында ғана баклажанды қуырып, бірден үстіне салу керек, әйтпесе баклажандар тез жұмсап кетеді. Дәл осы тәсілмен баклажандарымыздың барлығын қызартып қуырып аламыз. Мінекей біздің баклажандарымыз көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл өте әдем болып қытырлап пісіп шықты. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Таза құрғақ ыдысымызға қызанақты, жаңағы турап алған кинзамызды, үстінен жаңағы қытырлақ баклажандарымызды саламыз. Сонан соң арнайы кисло-сладкий соусты салып, жақсылап араластырамыз. Салат өте оңай дайындалады. Осымен біздің салатымыз дайын. Тарелкаге салып алғаннан кейін үстіне өз қалауларыңыз бойынша творожный сыр қойып шықсаңыздар болады. Жаңа сіздерге айтып өткендей, бұл салатты жасай салып тезірек жеп қою керек, әйтпесе баклажандар жұмсап салаттың дәмі кетіп қалады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әсіресе қонақ дастархандарыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, менің салған видео рецепттерімді біріншілердің қатарынан болып көріп отыратын боласыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.